Отбасындағы жанжал, көзге шөп салу, көп әйел алу, бедеулік. Сізге бұл туралы айту қиын, себебі ұят. Еліміздегі ең шыншыл жобада. Біздің студияда танымал ханымдар алғаш рет жүрек түбінде сақтаған сырын, ашылмаған құпиясын бүкпесіз ақтарады. Я делала ЭКО. Өтірік айтпай-ақ қояйын, таяқ жедім. Ребят, я видела трупы детей. Атақты да ауқатты қыз-келіншектер тек біздің бағдарламада өз шындығын жайып салады. Сіздер қателік пен өкінішке ұрынбас үшін өз тағдыр жолы жайында сыр шертеді. После того, как вот у меня случился уже третий выкидыш, после того, как он в очередной раз поднял мне руку, я поняла, что за меня просто некому вступить. Как бы его и любила даже, наверное. Тоқалы бар ма? Иә, тоқалы бар. Табандылық пен табысқа жеткен жандарға тағдырынан сыр шерту ұят емес. Бір-бірімізбен ашық болайық, өмірімізге ғашық болайық. Осылай өмір сүрген ұят емес. Бүгін бағдарламадан жіберіп алмаңыз. Тұңғыш рет Тұрсынбек Қабатовтың жары Жұлдыз жұбайымен арақатынасы жайлы ашып айтады. Бір-бірімізге деген махаббат өшіп қалар ма еді, егерде ондай уақытта өтпесек. Күйеуін қалай миллионер қылды? Күзетші болсын, жүргізуші болсын, мейлі есік алдын сыпыратын кісі болса да. Тұрсынбек әйелінің сұхбат беруіне не үшін қарсы шықты? Осы түсірілімге бармайсың деді. Неге? Халықтың сүйікті әзіл қойының әйелі осы уақытқа дейін не жасырып келді? Көз қарасына көресің, сені аяп қарап тұрған. Ол болашақ жарының табысты боларына сенді. Мен кейіпкерім ол үшін қолынан келгеннің бәрін жасады. Десе де, қандай тақырыптарды қозғау оған оңай емес. Бүгінгі менің қонағым еліміздегі танымал әртіс Тұрсынбек Қабатовтың жары Мөлдір Мұқанова. Сәлем, Мөлдір. Сәлеметсіздер. Жаңағы мен айтып кеткендей, танымал және табысы ең жоғары әртістің жұбайысың. Жалпы табысты еркектердің әйелдері екі түрге бөлінеді екен. Біріншісі, сол жетістікке күйеуін өзі жеткізеді екен. Екіншілері, сол күйеуінің жетістігін тиімді пайдаланады екен. Сен өзіңді қайсына жатқызасың? Көбісі ойлайды енді. Жаңағы сіздің екінші вариантыңызды, иә? Сол дайын тұрған жетістікті пайдаланушылар деп, иә? Атағына қызығып, байлығына қызығып, қызметіне қызығып деген секілді. Енді мен күйеуімді жеткіздім деп айтқаным ұят болар, өзімнің мақтанғанымдай болар, артық кетермін, иә? Бірақ екінші вариантына жатамын. Кезінде Тұрсынбек екеулерінің жағдайларың өте төмен болған дейді. Жалпы енді тіпті көрпенің орнына сырт киім жамылып жатқан кездерің де болды. Тіпті электр қуатты шәйнектің өзін несиеге алған кездерің болды. Рас па бұл? Сол несиеге алудың өзі бізге бір үлкен той болатын. Несиеге алып жатқанда, ол уақытта бір тегін алып жатқандай мәз боласың ғой. Кішкентай ғана бір 1500 теңге сонда тұратын, иә. 1500 теңгенің нәрсесін жаңағы несиеге алып, үйге әкеліп, соны бір чайникті қарап отырып, кешке дейін шай ішкендер ме? Жаңағы шайникті біріміздің көзімізге емес, шайниктің көзіне қарап отырып, жаңағы қуанып, жаңағы ішкен шайымыздың, әрбір ішкен асымыз сондай дәмді болып, сондай болып көрінетін. Қайда тұрдыңдар сол кезде? Жатақханада тұрдық. Ол жатақхананың өзі бізге бір үлкен бір хан сарайындай көрінді. Барынша әдемі ұстауға тырыстық, барынша құрметтедік, барынша жаңағы тұрып жатқан кішкентай ғана бөлмемізді жақсы көріп, сондай үлкен махаббатпен өмір сүрдік ол жерде. Сырт киімдерді жамылдыңдар ма? Иә, ол рас. Үйленген жылдары. Ой. Үйленген жылдар жағдай қиындау болды. Бірақ ол жылайтындай емес. Бізге ол күнді біз осы күні
бір андай үлкен немен еске аламыз. Ол жылдар болмаса, қиын жылдар болмаса, қазіргі уақыттың жақсылығын, қадірін түсінбес едік. Бір-бірімізге деген махаббат өшіп қалар ма еді, егер де ондай уақытта өтпесек. Сендердің үйленген кездеріңдегі өмірлеріңнің куәсінен сұхбат алдық. Экранға назар аударсақ. Жатақхана кәдімгідей өзгеріп кетіпті. Танымайтындай болып. 12 жылдан бері біраз уақыт өтіпті. Мөлдір, 2Б, көрдің ба? Тек Нагесі ғана қалыпты, қалғанын бәрі өзгеріп кетіпті. Біздің 311-ші комната, 3-ші этаждағаны 1-ші терезе. Мөлдір, есіңде ма? 205-ші комната аны жақтағы. Тұрсынбектің өлең айтып тұратын кезі. Есіңде ма, Мөлдір? Қазір бәрін есіңе түсіреміз. Мөлдірдің соңғы күйеуге шығардың алдында біз 205-те тұратынбыз. 205 деген ол мынау терезенің 3-ші терезе. Үйдің артында ФОП деген бар. Тұрсынбек балалармен кешке неден шығып, репетиция неден шығып кел жатады да дайындықтан. Өшір келеді, айқайлайды, сосын шығамыз біз. Барлық қыз шығады Тұрсынбек пен Мөлдірдің жаңағы несіне. Өшірде айқайлап тұрады, Мөлдірді ол еркелетіп еще «Шони» деп айтатын. Тек «Шони» деп айқайлап тұрады, сосын шығады, Мөлдір жатады, үстіне мен жатам, одан үстіне бізбен бірге Ахметова, Әсел деген қыздар, ол жатады, одан көрші комнатадағы қыздар бәріміз жатып қарап тұрамыз. Мөлдір екеуі сөйлесіп болады, сосын Тұрсынбек өлеңін бастайды, мына жерде Митхун Чакраборти болады, индийский өлеңдер айтады, билеп береді. Бір жағынан бүйтіп тұрып, жігіт болады да, бүйтіп тұрады да, қыз болып, жаңағы билеп, бізге көрсетіп, біз ана жерде бәріміз сол бүкіл форточкаға қыздар толып тұрамыз ғой, бір 6-7 қыз. Тек қана Мөлдірге келмейтін Тұрсынбек, бәріміз соған Тұрсынбек келді десе жүгіріп шығатын, біз индийский өлең көреміз деп. Өте қызық өтті. Сол Мөлдір деген ой, дұшы оның күлкісін білесіздер ғой, еще күлгенде деген ол жерді жарып тұрып күлетін. Қабасовтар отбасымен біраз нәрсе байланыстырады. Енді екеуін Тұрсынбек пен Мөлдірді таныстырғанда мен енді Мөлдір біздің жерлесім болғаннан кейін жаңағы қарындасым деп сөйтіп араласып жүргенде Аграркада соны Тұрсынбек көріп қалып, мына қыз тасыр деп сөйтіп таныстырып екеуін ойлаған жоқпын бұлай болып кетеді деп. Осындай енді көз алдымда өсті ғой семьясы. Бұл жерде Тұрсынбек пен Мөлдір осы студенттік өмірде біраз уақыттарын осы жерде өткізген шығар. Мөлдір Тұрсынбек жаңағы КВН-ге дайындалатын, Мөлдір ансамбльде ойнайтын, домбыра жаңағы әртүрлі концерттерге қатысуға дайындалатын. Білмеймін, біз не үшін жүргенімізді, бірақ ештеңеде ойнамасақ та осылармен бірге түн ортасына дейін шашбауын көтеріп жүретінбіз. Үйленгендері қызық болды. Үйленгенде ол кезде бәрімізде де жетісіп тұрғанымыз шамалы жағдайымыз. Тұрсынбек не дейді? Тойға келесіңдер ғой дейді. Бізде дәл сол кезде кәдімгі ақшадан қиналдық та. Бізден ешкім бара алмады сөздің арасында. Бара алмадық. Той қызық өтті. Тойға ауылда болғандықтан жаңа ол жерде парикмахерский ондай жоқ етін. Свадебный көйлекті киіп, Мөлдірге мен прическа жасап бердім. Бүйтіп шашын өріп, мына жерден былай өріп, фатасын тағып, өзім шашым қысқа етін. Тоже свет жоқ кезде ма. Өзім прическамды өзім істеп, Мөлдірдің прическасын істеп. Енді есте қалатын қызық тойлардың бірі деп ойлаймын. Шынымды айтайын, ол тойға бара алмағаныма үшін кінәлімін деп сезінемін өзім. Астанаға келгенде жаңағы мұғалімдердің общежитиясында жатақханасында тұрдым, неде Тұрсынбек жұмыстан алды. Оны Мөлдір мен Тұрсынбек қана тұрмайтын ол комнатада. Бәріміз баратынбыз. Біздің жатақхана 11-ден кейін
кіргізбейтін болғасын, қонуға баратынбыз. Ол жаңағы мына комнатасында бір бөлмесінде адамдар тұрады, мына бөлмесінде Тұрсынбек, Мөлдір, тағы 5-6 адам қонуға баратынбыз. Бүйтіп бір-бір көрпедеп тастап, көрпелер тастап жата беретінбіз. Тұрсынбектің танымал болуына әрине Мөлдірдің өте үлкен үлесі бар. Өйткені ол басынан бастап оның жаңағы алғашқы махаббаты десек те болады. Музасы бола білді ол. Әрқашан қасынан табыла білді. Шығармашылық адам ол өте не болады ғой. Еркіндікті қалайтын адам болады. Мөлдір сол еркіндікті беріп жүрді оған. Сондықтан да Тұрсынбектің өнер саласында өсуінің бір үлкен септігі сол болды деп ойлаймын. Көзіңе неге жасалды? Ол да бір бақыт қой. Бақытқа осылай қол жеткізу, ол әрбір адамның басына бұйыратын бақ емес. Бақытты еңбегің сіңіп жеткен, ол орны бөлек. Оны сөзбен жеткізіп айта алмайсың, түсіндіре алмайсың. Сол кезде Тұрсынбектің жалақысы қанша болып еді? Жалақысы 7.000 теңге болды. Мен ол кезде студентпін, және де ақылы оқуда оқыдым. Жылына 70.000 теңге болды. Сол жалақымды, оқуымның ақысын Тұрсынбек өзі төлеп, сол 7.000 теңгемен бөліп төлеп, соның бәрінің уақытын орнына реттеп төлеп берді, я. Жатақханада тұрып жатсақ та, жалақымыз аз ғана болса да, ауылға жіберу керек болып тұрдық. Жіберу бізге міндет секілді. Біз өзіміздің мойнымызға солай алып алдық па? Ауылдан хабарласады, біз жібере алмаймыз, керек нәрсені сұраған нәрсені. Ауылдағы кісілер ренжіп жатқанда уақыттар болды. Сендер неге бізге көмектеспейсіңдер, неге сұраған уақытта жібермейсіңдер? Сол уақытта тіпті біз 7-ші қабатта тұрдық, 3-ші қабатта бір Гаухар деген келіншек болды. Жаңағы процентке ақша беретін. Сол кісіден барып, несие сияқты болып тұр ғой бұл? 10% жаңағы айына қосып береміз, кейін қайтарғанда 10%-ын қосып беру керек болдық. Сол кезде жаңағы қарызға жаңағы кісіден, Гаухар деген кісіге жүгірем. Тұрсынбек, ауылдағылар ақша сұрап жатыр, тез ақша табу керек деп. Жүгірем, енді ер адам сұрап барған ұят қой. Әйел адамға жарасады, бірыңғайын келтіріп, әйтеуір үйтіп-бүйтіп алып аламыз ғой. Тұрсынбек екеуің ақша үшін ұрысқан кездерің болды ма? Есіңе түсірші. Шыныңды айтшы. Ақша үшін ең бірінші үйренген жолдары болған шығар, бірақ нақты үлкен ұрыс болды деп айта алмаймын. Сені Тұрсынбекті үй шаруасына жолатқызбайды дейді, рас па? Неге? Ол дұрыс емес. Ол қазаққа тән нәрсе емес, жалпы қандай ұлтқа болсын, мен ер адамның үй шаруасында жүрген, ас бөлмесінде жүргеніне 100% қарсымын. Тіпті қоқыс шығарғанға да? Жоқ, болмайды. Ол мейлі, ол міндетті емес, танымал адам болуы, жаңағы президент болуы, немесе күзетші болсын, жүргізуші болсын, мейлі есік алдын сыпыратын кісі болса да, ол сенің күйеуің. Ер адамның егерде сен басын, миын бір программа енгізіп қойсаң, прям бір толтырып қоясың ғой, память артық болмайды бір. Сол секілді. Таңертең тұрасың, балабақшаға барасың, сағат 7:30-да жұмысқа барасың, 9-да, 9-дан 6-ға дейін жұмыста боласың. 6-да келгеннен кейін үйге келе жатқанда азық-түлік алып келесің. Азық-түліктен алып келгеннен кейін үйге тамақ ішіп болғаннан кейін қоқыс шығарып келесің десең, ол жүреді, ол байқамай қалады ер адам. Солай жүреді. Значит, ол менің шына, яғни ол демек, ол менің міндетім деп. Егерде ер адамды бос жіберіп, тамағын дайындап қойып, үйіңді жылыстап, барынша бала-шағаңды таза ұстап, өзіңді кішкене болса да дұрыстап қойып күтіп отырсаң, үйдің ішінде береке болса, үйге келеді, ештеңеге алаңдамайды, ол дүкенге кіріп нан алу керек еді, қоқыс шығару керек еді деп отырмаса, ол жұмысында өседі.
мінекей керек болса бәрекелді. Мен енді ол Қабылданды. өз ойым, егер де менімен келіспейтін келіншектер болуы мүмкін, әрине. Кешірім сұраймын онда, егер де бір отбасыларға қандай да бір осы пікірімен кедергі жасап жатсам. Жас қыздардың, жалпы келіншектердің құлағына алтын сырға. Тұрсынбекті бірінші көргенің есіңде ме? Бірден ғашық болдың ба? Жоқ. мөлдірдің тұрсынбекпен тұрмысқа шығуына кім қарсы болды? Ол сенің ортаң емес деді сөзің ашығы. Кейіпкеріміз шындықтың шетін шығаруды ұйғарды. Үйге келіп құлап қалған. Тұрсынбекті бірінші көргенің есіңде ме? Иә. Бірден ғашық болдың ба? Жоқ. Ол жағын мойындайын. Еркебұлан деген группалас досым, ол да өзім жерлесім болып келеді. Келіп осылай сені бір жігіт ұнатып жүр, КВН-да ойнайды, аты Тұрсынбек болады деп. Сонымен, жарайды деп мән бермейсің енді. Шынымен ол кезде ұнатып жүр деп. Ұнатып жүрген жігіттер көп болды дейсің ғой. Сонымен, ол кім деп едің? Осылай сахнада тез сөйлейтін 2030 деген жаңағы жақсы бір әзілі бар. Есіңде ме? Есіңе түсірші, өткен жолы бір КВН-ді ойнап еді ғой деп осылай қызықтырып есіме түсті. Деп тез сөйлей беретін жігіт па деп сөйлеп едім. Иә деді. Жоқ, ол маған ұнамайды деп, және қолымды былай істегенім есімде. Жоқ, маған ұнамайды деп. Сонымен кейін енді сыртынан ұнатып жүрген жігітті білген уақытта қыз кішкене көзқарасы өзгереді, жүрісі өзгереді, кішкене бір өзімшіл бір мінез пайда болады деген секілді. Ол сенің жүрегіңді немен жаулап алды? Ол сондай бір романтик, қалай не ұнатады қыздың, не ұнатпайды, қалай сөйлесу керек, оның барлығына енді білмеймін, сондай жүректі бірден жаулап алатындай жақсы мінезі болды. Сондай мінезімен жарқын. Екеуің күліп тықылдап жүре беретін шығарсыңдар, Ол арзан ба, қымбат па, менің ұнататын нәрсем, мен сол уақытта бижутерия дейді ғой енді, қатты жақсы көрдім. Ол білмеймін, қанша тұрады, ол бағалы болғанда міндетті емес, ол маған сыйлық әкеліп тұрған жақсы көретін, мен қуанғанымды жақсы көретін, жақсы сөздер айтып. Біз енді осы күні қыздар мен жігіттерге қарап отырсаң, жаңағы міндетті түрде бір қолдарында айфон болу керек, міндетті түрде көлігі болу керек. Көлігі болу керек, жақсы жерлерде ой, осы күн қыздардың талаптары деген енді көзі бақырайтады. Сендер қайда қыдырдыңдар? Тұрсынбек сені қайда апарды? Парк. Кәдімгі кішкентай балалардың қыдырып жүретін паркі. Бір барғанда менің аттракциондарға мінгенімді, карусельдерде айналып ойнағанын жақсы көреді. Бірден бара салсымен 10 билет алады. Ол ақшасын сөйтсем, ол жұрттан қарыз алып жүр екен. Оны кейін білдік. Сөйтіп, мені қуантып, ойнаға бірге екеуміз түрлі машиналарға, қалай айтады? Парк дегіз. Аттракциондарға мінгізіп, ойнатқан жақсы көретін. Сондай жерлерге барып, демалтып, солай жүрегімді жаулап алды. Сөздің ашығы. Жалпы Тұрсынбекке тұрмысқа шығуға көптеген адам қарсы болған. Иә, ондай уақыт болды. Неліктен, кімдер олар? Болды, мұғалімдерім, өзімнің жанашыр. Не себеппен қарсы болды олар? Ол сенің ортаң емес деді, сөзің ашығы. Бірақ сөзбен айтайыншы. Сенің ортаң басқа, мүлдем. Сен әдемісің, сен жоғары оқып жатсың, сен қызыл диплом алайын деп жатырсың, сен өнерлісің, сен көптің арасында бір дара болып көрінетін жансың. Шықпа Тұрсынбекке деді. Иә деймін да? Жақсы, мен түсіндім деймін. Кабинеттен шығам, есікті жабам. Ана жерде деп Тұрсынбек күтіп тұрады. Кетеміз екеуміз. Болды. Себебі мені ол тоқтату мүмкін болмады. Болды, мен оны көз алдыма ештеңе көрінбейді. Тұрсынбек қана болды. Тұман, басқа жағын бәрі тұман. Болды, жанып тұрған махаббат. Ештеңені көрген жоқпын. Ол қандай текті адам ба, қандай жерден шыққан, оның жағдайы қандай, тіпті тұрып жатқан ауылы қандай, үйі қандай, жұмысы қандай, оның
дипломы бар ма, жоғары білімі бар ма, қалтасында ақшасы бар ма, онда ештеңе қызықтырған жоқ, болды. Сүйем, күйем. Менің екінші апам Айгүл, өзімнен 3 жас үлкен. Шықпа, өнер адамы, міндетті түрде ол не қыдырады, немесе ішетін адам болады. Өзің қиналасың, шықпа өнер адамына деп. Сонда мен айтатын, бір күні бір жылап отырып айтқаным бар жаңағы апама. Жоқ, ол болашақта жұлдыз болады. Ол болашақта үлкен сериалдарда жүреді. Осы сол кезде бір Перекресток деген Қазақстанның отандық жақсы сериалдар шығып жатты ғой. Осылай секілді сол уақытта Перекресток киносы болып жатты. Сол кезде міне осылар сияқты жүретін болады ол. Өзіміздің телеэкрандарда біз оны қарап мақтанатын боламыз деп осылай жылап отырып, мен шығам оған деп шыққаным бар. Сонда сен не өйтіп айттың? Сездің бе? Сенімді болдым. Тұрсынбек сені алып қашты ғой, Алып қашты. Кәдімгідей алып қашу рәсімі болды бізде. Дайындалып, үйден қашып кеттім, ешкімге айтпай. Ол келді. Енді ол алып қашу тағы да бір себебі бар. Тұрсынбек қорқытты, мен ауылға біреуге күйеуге шығып кетеді деп. Қызғаншақтау болды, сөздің ашығы. Жаңағы 1,5 жыл жүрдік. Кейін ауылға кеттім. Ауылға кетіп бір кеткенім бір үлкен бір, қалай айтсам екен, Тұрсынбек үшін бір үлкен қайғы кәдімгідей. Қайғыма 2 пакет тамағымды алып береді жолға. Оны береді, берген құрым пойызымыз жүріп кеткенше жібермей, мінгеннен кейін жаңа пойызбен бірге жүгіреді. Мен кетіп баратам былай, ұялам, қасындағы кісілер болады ғой, үлкен кісі бәрі қарап отырады ғой жерден. Ол кезде Тұрсынбекті ешкім танымайды, бірақ күйеуім екені көрініп тұр. Жігітім екені. Енді жаңа жүгіргенде қорқып кетемін, қазір пойыздың астына түсіп кетпеймін екен деп. Болды, қал деймін ғой қазір. Бүйтіп пока деп жаңағы жақсы деп жаңағы. Ол жаңа пойыз қатты жүріп кеткенше соңына дейін жүгіреді ғой. Одан барам, ол кезде енді ұялы телефон жоқ. Ауылға барғаннан кейін, ал үйдің телефоны дамыл болмайды ғой. Таңертең ұйқыдан оятады, қайырлы түн деп жаңағы ол кезде және де ой рахат, осы күні рахат қой, телефон қолыңа ала салып. Ол кезде Қазақ Телекомға бару керек, сөйлесу пунктіне. Барады, оны күтеді кезекті. 3 минут, 5 минут деп алдын ала тапсырыс береді. Сол ерінбейді барады. Телефон шырылдаса болды, түсінем. Қазір маған хабарласып жатыр осы. Точно Тұрсынбек. Қалай алып қашты сені? Нақты айтып. Телефонға дамыл болмай қалды. Болды, ертең келем, дайын бол. Сонымен ешқайда барып жүрген жоқсың ба? Сен точно, мен сені алып қашам, сен ауылға біреуге күйеуге шығып кетесің, немесе сені алып қашып кетеді. Осындай қорқыныш, үлкен бір үрей болды онда. Сонымен соңына қарай мүмкін болмай кетті енді. Жақсы шығам дедім ғой. Жақсы, келсең кел. Келді. Келген ұры жолда, жаңағы әрбір, не дейді, жолда келгенде, жолда ауылдар қалар болды ғой. Тоқтап, ол жерден аялдамалар. Переговорка, сөйлесу пунктін тауып. Мұнда келдім деп па? Келе жатырмын, дайынсың ба? Сонымен таңы, көз, ұйқы жоқ. Деген шыдамсыз едің Тұрсынбек. Сол үреймен, жаңағы ауылда біреуге күйеуге қалып қояды, күйеуге алып қашып кетеді, бұның деген үреймен асығыс, жанталас келіп, апыл-ғұпыл құшақтатты алып кетті мені. Астанаға келдік, бір 20 күннен кейін ауылға бардық, бірден тойға бардық. Тұрсынбек ауылмен хабарласып отырып, той дайындап қойыңдар, әзірлеп қойыңдар, тойға келеміз деп. Тойға мына жақтан несие алып өзіміздің тойымызға. Ол да қалыпты жағдай, ұмыттырған ештеңе жоқ. Ауылға жіберіп, тойға дайындалып, оған ғасыр той болды. Оның бәрі өтті кетті, қазір жағдайларың жақсы. Бізде қазір енді әлеуметтік желі бар ғой, Инстаграм деген. Сол жерде бір пікір оқып қалдық. Осы әйел Тұрсынбектің ақшасын қайда жаратарын, қайда шашарын білмей жүрген еріккен әйел деп. Оқыған шығарсың өзіңде. Әрине. Соған қалай қарайсың? Не жауап қайтарар едің? Мен әлі күнге дейін үнемдей алам. Әлі күнге дейін ол үнемдеу, ол жағдайдың жақсарып кетуіне бірден бір үлкен бір жолдар деп айтар едім. Ақшаны қалай болса солай шашпаймын. Және де қалай болса солай шашып жатқан жағдайдың өзінде мен оған еңбегім сіңді деп айта аламын.
себебі біз барлығынан өттік. Инстаграмда басқа да сұрақтарды теріп алдық. Қазір соларға шынайы жауап берсең, экранға назар аударамыз. Ең қымбат жасаған сыйлығы көлік Lexus салоннан осы 2016 жылы қаңтар айында әдемілеп тұрып алып барып, бірақ алдын ала екеуміз келістік, осындай көлік алайық деген секілді. Бірақ әбден қиналдым, мен үлкен ақша ондай жұмсатқым келмейді. Қарсылық білдірдім, бірақ кейін сондай шешімге келіп, жаңадан салоннан үлкен бір көлік алып берді. Келесі сұраққа назар аударсақ. Осындай сұрақ болды ма менде? Жоқ, мен қарсы болам. Мен дап-дайын әдемілеп, күшті, сүйкімді күйеуімді ешкіммен бөлісе алмаймын. Кешіріңіздер, жоқ. Ал егер де Тұрсынбек ғашық болып қалса, саған айтса осылай да осылай, мөлдір көнесің бе? Жоқ. Не істейсің? Мен қызғаншақпын, Тұрсынбекке деп айтпайды маған. Мен ондайға көне алмайтын адаммын. Көнбеймін. Жақсы. Келесі сұраққа назар аударайық. Мынау сұрақ маған ұнап тұр. Тұрсынбектің көзі үлкейген ба соңғы кезде сонда? Не қайдан білем, бұл қолданушылардың сұрақтары ғой. Тұрсынбек бара-бара қызық болып бара жатыр. Дәрігерден қорқатын адамдардың қатарына номер бірінші. Ол тіпті көріп жүрсеңіз, енді байқап жүрсіздер ғой? Тісінің арасында? Ашық, екі тісінің ортасы, тіпті сол екі тісінің ортасын жақындатуға қорқып жүргенде. Ақ халатты абзал жандардан қорқады. Бір құпиясын ашып қойдым енді. Бара алмайды. Тіпті стоматологқа бармайды. Жалынам баршы, өтініш баршы. Бір ай өзіңе бір отпуск алып. Онда тұрған жерге бір темір ғой, бір-екі тағасың, зүлетіп береді, аппақып береді, баршы деп жалынам ғой. Бармайды. Қорқам мен дейді. Дәрігерден қорқатын адам ол қайдан ота жасатуға барады ол. Түсінікті. Сұрақтарымыз бара-бара қызық болып бара жатыр. Келесі қандай болар екен? Көрші тұру арман ғой. Әрине осындай күн бұйыртсын деп тілеймін, бірақ ол кісімен біз көрші емеспіз. Кіммен көршісіңдер? Жалпы көршілермен жақсы араласасыңдар ма? Өнер адамдары, егерде танымал жандардан. Кімді атап өтер едің? Қыдырәлі ағамыз бен Қарақат ханым. Келесі сұрақ. Ұрысқанымыз ба? Қазір бір идеального көрінбей қояйыншы, бірақ есіме түсіргімге отыр. Қандайға, не үшін ұрыстыға? Айтайын ба? Алматыға жібергісі келмеді мені. Кеше ғана, күні кеше ғана. Неге? Осы түсірілімге бармайсың деді. Неге? Неліктен Тұрсынбек бұл түсірілімге қарсы болды? Мінеки сөздің ашығы керек, бүгіндікке хабарласқан жоқ. Осы уақытқа дейін мөлдір нені айтпай жүрді? Көзқарасынан көресің, сені аяп қарап тұрған. Себебі ондайға үйренбеген. Мен әрдайым үйде, оны қарсы алып, шығарып салып, бала-шағамды балабақшаға тасып, мектепке тасып, жаңағы отырған келіншек ретінде үйреніп қалған. Бірақ менің қосымша жаңағы жақсы жұмыстар ашып, жұмыспен қызмет жасап жатқаным да ұнайды. Бірақ басқа қалаға баруды қатты жақтырмайтын жан. Мінеки сөздің ашығы керек, бүгіндікке хабарласқан жоқ. Аха. Хабарласқан жоқ, себебі ол ашулы.
бағдарламадан. Тұрсынбекті бер қарататын жолдарды білетін шығарсың? Иә, сол бер қаратқандай болғам. Иә деп келген, мен кеше ғана ертең жол жүрейін деп жатырмыз, жолға дайындалып жатырмыз деп едім. Телефонды қоя салып, содан кейін сөйлескен жоқ. Демек сен бұнда Тұрсынбектің рұқсатысыз келіп отырсың. Содан жаздым, рұқсат етіп едің ғой, барайыншы деген секілді. Сосын жақсы деген бір жазу келді. Сонымен келдім, болды. Бірақ негізі ұнатпады. Тұрсынбек енді әзілқой кісі ғой. Сені бір мазақ етіп, кекетіп, бір күлкіге айналдыратын жағдайлар бар ма? Сенің жыныңа тиіп? Иә, болды. Бір рет бір өзі достармен бәрі бірге отырып, бір қыз болып хабарласты. Мен Тұрсынбектің әйелі бар екенін білмеппін деген секілді. Содан біраз сөйлестік екеуміз. Сонымен Тұрсынбек тез алып, Шони дейді, ол маған мөлдірде Шони деп еркелетеді. Мен ғой Тұрсынбек деп телефон қоя салып, қатты ашуланған кезім болды. Ал одан кейін прямо ондай ашуландырған уақыты болған жоқ. Менің білуімше, сен Тұрсынбектің анасына, яғни енеңе, жақсы қымбат сыйлықтарды жиі жасайды екенсің. Өзіңнің марқұм анаң тірі болса, сен ол кісіге қандай сыйлық жасар едің? Тұрсынбекке күйеуі шығып, үлкен жол жүріп бара жатқанда айтқам. Мен анам тірі болғанда шіркін деп. Әрине өзіңнің анаңдай орын толтырмайды. Бірақ барынша енемді анам ретінде, анам секілді сыйлауға тырысам. Барынша сыйлық жасауға, қуантуға тырысам. Жиі қоңырау шалам. Әрине анам. Тұрсынбекке көп айтам, ең құрмағанда 10 күн танығанда ғой деп. 10 күн екеуің бірге отырып шай ішкенде ғой. Бір-бірлеріңмен әңгімелескенде. Себебі Тұрсынбектің мінезінен өзім анамның мінезін көрем. Өзімнің анамның мінезін ойлағанда Тұрсынбектің мінезін байқаймын. Бір-бірмен тез тіл табысатын еді, тез. Екеуі де шайқор жандар. Мысалы, түнмен отырып таңға дейін шай ішсе де дайын Тұрсынбек. Сол секілді анам да сондай болатын. Әңгімелесіп отырып шай ішкенді қатты жақсы көретін. Енді бәріміз кішкентай болдық ол уақытта. Анам 45 жасында қайтты. Мен ол уақытта 13 жаста болдым. Сені анаң қалай еркелетті? Қандай сөзбен? Ағлағым деді. Ағлағым. Балалардың ішінде ең қатты жақсы көрген мен екен. Мен болдым. Қонаққа барса да бірге ертіп жүретін. Тіпті анам қонаққа баратын уақытта автоматты түрде мен де киім дайындай бастайтын. Ол сондай болды. Бірге жүрдік, әрдайым бірге жүрдік. Анаң неден қайтыс болды? Жұмысынан келді. Музыка сабағына сабақ берді ғой енді. Сонда бізден бір класс жоғары сыныпта сабағын беріп отырып, оқушылар жіберді, ауырып тұрмын, қолым дірілдеп тұр, жаңа баян көтере алмаған ғой. Сөйтіп, үйге келіп, құлап қалған. Бес жасында давление. Содан кетті. Маған инстаграмда көп жазады. Осы әлеуметтік желіде өзіңнің ата-анаңа неге қоймайсың деген. Мен оған бірден жауап бере салғым келмейді, жайна-жай. Анам қайтыс болған деп. Жақында бір кірістім, үлкен бір әдемі бір парақ жақсы бір не шықты. Ішімдегі қиналғаным, бірақ әлеуметтік желіге шығара алмадым. Неге? Тағы да бір сондай ішімдегі бір қалай айтсам екен ма? Өзімді бір аянышты көрсеткім келмейтін шығар. Аянышты емес ол тіпті.
ол өмір ғой. Иә. Сонда не жазып едің, айтшы? Сол ата-анамнан айырылғандағы адам қалай қиналатыны туралы. Қандай қиын екені, қанша сен жетістікке жет, қанша сен өмірге бала шаға келіп жатыр, иә? Егер де ол немерелерін көріп рахаттанбаса, сен оқытып, бағып өсіріп келіп, оның еңбегін жемесе, жемесін. Кейбір кезде ойлайсың, осы не үшін осының барлығы? Шауып жүгіресің, жаңағы биіктен көрінесің, бір жақсы табыстар табасың, соны әке-шешеңе көрсете алмасаң, не үшін деп. Кейін өзіңді сабырға шақырып басыласың. Осы жағынан қатты бір өзімді қатты қиналамын. Бір ата-ана, жаңағы құрбыларымыз, ата-аналармен жиналып қалып, жақсы бір отырыстар жасап жатқанда, мен ғана орным ойсырап ана жерде білдіртпеуге тырысам, бірақ бәрі мен көңіліме қарап, жан-жаққа көрініп тұрады ғой бәрібір де. Адам көзқарасынан көресің, сені аяп қарап тұрған. Сол уақытта қатты қиналамын. Саған енді кішігірім болса да көңіліңді көтеретін тосын сыйымыз бар. Біздің нумеролог Айсұлу сен туралы сипаттама жасап, өміріңе кішкене болжау жасап, бірақ сенің кім екеніңді білмейді, суретіңді де бермедік, тек қана туған жылың, айың бар. Қаншалықты дұрыс айтады екен? Қараса. Наша героиня родилась 21 марта, и в ее нумерологии, что очень интересно, большие двойки, что говорит о ее обаянии. Она невероятно обаятельна, у нее должна быть внешность красивая. При всем при этом, что я могу судить о цифрах, она внутренне такая, знаете, в принципе, это очень открытый человек должен быть за счет своего такого внутреннего энергетического донорства, что ли. При этом также высокая чувствительность, сильная интуиция, она талантлива, креативна. В ней есть некая душевность, которая иногда граничит с ранимостью. То есть она какие-то вещи очень воспринимает близко к сердцу иногда. Минусы: ее нетерпелива, очень бывает импульсивна. Причем, знаете, она может так вспылить, а потом отойти. Но есть у нее это. При этом, при всем, она не злопамятна абсолютно, но импульсивность присутствует, и еще она, наверное, торопится в каких-то своих решениях или в действиях, что тоже может мешать. То есть сперва делает, а потом уже осознает, что она, может, поторопилась. Нет расчета финансового, то есть здесь иногда на мелочах может экономить, на крупном может терять. То есть здесь тоже нужно как-то уметь планировать свои расходы, может быть, там, и так далее. Это будет более правильным. У нее должно быть несколько детей. Она не будет никогда одинока, у нее есть такое какое-то обаяние, она умеет привлекать к себе внимание противоположного пола, ее всегда будут любить. Минусы у нее есть в том плане, что при всем ее обаянии, нежности, ранимости, у нее иногда бывает такая некая жесткость в чем-то в суждениях, и очень важно, чтобы ключевое слово за ней оставалось. Вот для нее как бы это важно. То есть все равно вот как она сочла нужным или приняла какое-то решение, оно должно быть именно вот такая вот финальная точка. В заключение, что хотела бы сказать, у нее сейчас период очень интересный. Этот период несет новые открытия, новые возможности. Поэтому, если она задумала для себя что-то, этот год и следующий для нее он такой показательный, когда необходимо максимум усилий вложить и достичь какого-то такого видимого хорошего результата. Ей нельзя лениться. Рахмет. Керемет. Вот сіз нашық, иә, нумерологқа барғым келіп жүрген. Бармағам. Мінекей саған тосын сый. Рахмет, керемет. Бәрі 100% келді ғой. 100%. Әсіресе ірі нәрселерге жұмсап, ұсақ текке келген кезде экономить етіп қалады деген. Уақытыңды тауып келгеніңе көптен көп рахмет. Тұрсынбектің қарсылығына қарамастан келгеніңе көп рахмет. Бір-бірімізге ашық болайық, өмірімізге ғашық болайық. Өйткені олай өмір сүру ұят емес. Келесі бағдарламада өткізіп алмаңыздар. Әнші Қарақат Әбілдинаның ағынан жарылуы. Косоглазая, кривоногая, страшная. Енді менің адресіме айтылмайтын әңгімелер айтылып. Мінсіз көріну үшін әнші қандай құрбандыққа барды?
қыдекеңе айтпай, концертіме 10 күн қалған күні мен сол Салтанат неге сақинасын қарақатқа шешіп берді. Қазақтың ырымы ғой.